Құранды оқу, есту, оған амал қылу салиқалы істерден. Құранда Алла Тағала былай дейді: қашан Құран оқылса, оған құлақ салып тыңдаңдар да сөйлемеңдер. Әрине мархаметіне ие боласыңдар деген. Тағы бір аятта: негізінде осы Құран ең тура жолға салады, әрі дұрыс, салиқалы мөминдер үшін әрине зор сыйлық бар екендігін сүйіншілейді. Пайғамбар алейхиссаламның хадистерінде Айша анамыз, Алла оған разы болсын, Алла елшісі саллаллаху алейхиссаламнан естіп, Құранды жетік оқушы адам құрметті періштелермен бірге болады деген. Кім оны ежелеп қиындықпен оқса, оған 2 сауап жазылады деп айтты. Бұхари, Муслим риуаятында. Омар ибн Хаттаб, Алла оған разы болсын, Пайғамбар саллаллаху алейхиссаламнан естіп, расында Алла осы кітаптың арқасында бір қауымды көтереді, басқа қауымды қорлайды деп айтқан естіген. Салиқалы сахабалардан мынандай сөз қалған. Абдулла ибн Масғуд, Алла оған разы болсын, егер білімді қаласаңдар, онда Құранды оқыңдар. Күмәнсіз, оның ішінде бұрынғылар мен кейінгілердің ілімі бар деп айтқан. Тағы салиқалы сахаба Әмір ибн Ас, Алла оған разы болсын, Құранның әрбір аяты жәннаттың дәрежелері, әрі сендердің үйлеріңдегі шамшырақ деген. Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас сөз еш уақытта жалған болмас. Көп кітап келді Алладан, оның 4-і Алланы танытуға сөз айырмас. Абай. Алла Тағала Құранды оқып, оны тыңдап, оған амал етуді баршамызға жазсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.